Саламатсыз ба, 4-ші класс білім алушысы. Математика пәнінен қашықтықтан білім алу сабағына қош келдің. Сабақтың тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Өрнектерді түрлендіру. Осы сабақта санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді үйренесің. Білім алушы, мен өткен сабақта күннің жер шарына қандай пайдасы бар екенін біліп келуге тапсырған болатынмын. Күннің адамзатқа берер пайдасы өте көп. Соның бірі күн энергиясы. Күн энергиясын пайдаланудың артықшылықтары. Күн энергиясы бәріне бірдей қолжетімді. Ол сарқылмайды. Қоршаған ортаға қауіпсіз. Мына тапсырмаға назар аудар. X қосылған X қосылған X қосылған X. Берілген өрнекті басқаша қалай жазуға болады? X неше рет алынды? X-тен 4 рет дегенді қысқаша ықшамдап қалай жазуға болады? 4 көбейтілген X немесе 4x деп жазуға болады. Мұндай жағдайда көбейту таңбасы көбінесе жазылмайды. Бұл өрнектен мынандай ереже шығаруға болады. Есіңде сақта. Нәтижесінде әлдеқайда қарапайым өрнек алынатын түрлендіру өрнекті ықшамдау деп аталады. Үстел үстінде карандаштар салынған 3 түрлі қорап жатыр. Бірінші қорапта бірнеше карандаш, екіншісінде одан 2 есе артық, ал үшіншісінде біріншісіне қарағанда 3 есе артық карандаш бар. Карандаштардың санын көрсететін өрнектер жаз. Бірінші қорапта X карандаш, екінші қорапта 2X карандаш, үшінші қорапта 3X карандаш бар. Бірінші, екінші және үшінші қорапта бірге X қосылған 2X қосылған 3X карандаш бар. Үлестірімдік қасиетті қолданып, X қосылған 2X қосылған 3X өрнегін түрлендір. Кәне, есебімізді тексерейік. X қосылған 2X қосылған 3X өрнегін ықшамдап, 6X өрнегін алдық. Кәне, мына есепке назар аударайық. 5X өрнегін қарастырайық. Бұл 5 саны мен X әрпінің көбейтіндісі. 5 саны сандық көбейткіш, ал X әрпі әріптік көбейткіш деп аталады. 2X қосылған 3X өрнегін ықшамдап, біз 2 және 3 сандарын қостық, ал әріптік көбейткішті өзгеріссіз қалдырдық. Әріптері бірдей өрнектерді ғана қосуға және азайтуға болады. 3X қосылған 5A өрнегін ықшамдауға болмайды. Білім алушы, сен осы сабақта санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді үйрендің. Сабақ аяқталды, сау бол.